Ел, қазақта айтады ғой, жақсы әйел жаман еркекті адам етеді. Жаман әйел жақсы еркекті ада етеді. Өз әйелдігін біліп, жолдасын түсіне біліп, қатты айтса «я» деп, тәтті айтса «жаным-ау» деп, какое-то обоюдное отношение должно быть у людей. Сол сияқты ой албасты. Тағы келетсің ба бірдеңеңді ішіп, деп есіктен қарсылығын еркек үш-төрт айта алмайды, салып қалады ғой. Содан басталады ғой әңгіме. Аман есен келетсің ба, шай ішесің ба, не қыласың, жатасың ба, шаршап келетсің ғой деп жылы сөзіңді айтсаң, ер адам бір балаңдай, үлкен балаңдай. Сразу тек айтқаныңа да орындайлы. Вообще ер кісіге еш уақытта қарсы келмеу керек әйел. В любом случае, ер азамат бұл шаңырақтың қаны. Қанды тыңдайсың ба, басқа қараны тыңдайсың ба? Ер адам ол сол шаңырақтың асыраушысы. Ер адам сол шаңырақтың бары, нары, мақтанышы. Ол сені кормить етеді, ол сені бағады, ол сені сақтайды, балаңның әке.